Гинеколог дәрігеріне мазок тапсыруға қалай дайындалып келу қажет. Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңдағы Жыныс Мейрамбай қызы, мен акушер-гинеколог және де косметолог дәрігермін. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Осындайда пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, осы шығып тұрған видеолардан уведомление алып тұру үшін міндетті түрде колокольчикті басыңыздар, және де қандай да бір сұрақтар болса комментарийге жазсаңыздар болады. Және де осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар, және де лайк баса кетіңіздер. Жалпы қараңыздар, гинеколог дәрігеріне міндетті түрде келер алдында дайындалып келген дұрыс. Ең бірінші ол қандай ереже? Біріншісі, жыныстық қатынастан 2-3 күнге шектелу қажет. Себебі жыныстық қатынасқа түскеннен кейінгі келесі күні сіз гинекологқа келетін болсаңыз, гинеколог сізге бимануально деп айтамыз, қолмен осмотр жасаған кезде ешқандай да дұрыс мәлімет ала алмайды, және де мазокты да дұрыс ала алмайды. Даже если мазокты алғанның өзінде ол дұрыс шықпайды. Сондықтан ең бірінші ереже, егер алдағы уақытта сіздер гинекологқа барамын деп, мазок тапсырамын деп жоспарлап жүрген болсаңыздар, жыныстық қатынасқа 2-3 күннен шектелу қажет. Екінші, бұл жергілікті свечи, мазь, қандай да бір кремдер, сондайларды жағуға болмайды перед приемом, то есть приемға келер алдында. Неге? Өйткені, опять же, жаңағы мен айтқандай, қандай да бір сізден мазок алатын уақытта, ол сізде мазоктың результаты ешқандай да не информативный болады, то есть результаты дұрыс шықпайды. Одан кейінгі үшінші ереже, жуынып, тазаланып келу қажет, бірақ та біздерде гинекологтарға жалпы интимный зонаның қырынбағаны бізге маңызды емес. Главный гигиеналық түрде таза болса болды, жуынып, тазаланып келесіздер, келген кезде. Ағынды жылы сумен жуынсаңыздар жетеді, ешқандай да иісі бар, ароматизаторы бар интимді гельдермен жуыну міндетті емес. Тағы да бір ережелердің бірі, бұл тампон салмау қажет келер алдында. Неге? Себебі менің өзімнің практикамы сүйене отырып айтатын болсам, гинекологтың приемына неше түрлі қыз-келіншектер келіп жатады. Жаңағындай әртүрлі миоттан, тағы да бір әртүрлі нәрселерден жасалған тампондарды жасап, содан кейін барып келіп жатады. Соларды біз міндетті түрде гинеколог прием алдында сұраймыз. Неге? Себебі сізден арнайы жағынды алатын болсақ, біз көбінесе қандай жағындылар аламыз? Алғаш келген приемдағы жаңағы пациенттерден мазок на степень частоты деген бар, және де мазок на онкоцитология деген бар. Бұлар неинформативный, қате болып шығады, то есть результаты дұрыс емес болады. Бұл өте маңызды дайындалып келу, себебі сізде, например, эрозия болатын болса, қандай да бір воспалительный процесс болатын болса, ал сіз оған қандай да бір тампон салып келіп, бір нәрсе свечи салып келсеңіздер, сіз клиникалық көрінісін уақытша өшіріп тастайсыздар. Яғни сізден қандай да бір мазок алатын болсақ, ол неинформативный болады. Қандай да бір қатерлі ауруларды, мысалы мазок на онкоцитология қандай да бір қатерлі ауруларға клеткалық изменение бар ма, жоқ па, соны білуге негізделген, соның результаты дұрыс емес болады, неинформативный болады. Сондықтан гинеколог приемына қыздар келер алдында дайындалып келіңіздер. Егер де менің бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, қандай да бір сұрақтар болса, комментарий астына жазсаңыздар болады.